Әке, ана, баланың ең әлсіздісі. Жүрегіңе дүп түсетін тақырып солай ғой. Өмірге келгеннің бәрі кетеді. Кетпей тұрып, қадірін түсінуге шақырам. Әкемізге, анамызға жиі хабарласып, жағдайын біліңіздер. Себебі бүгін бар, ертең жоқтың қасы. Адамдар уақытпен бірге өзгеріп отырады. Сезімде жаңарып, кейде ақыл толысып, жаңарып жатады. Сүлеймен патшаның жүзігіндегі жазу қалай еді? Өтпелі, бәрі өтпелі. Бүгін анаңызға қоңырау шалдыңыз ба? Мейлі ол тұтқаның ар жағында сізге айғайласын, ұрыссын, еркелетсін. Сонда да даусы әдемі, иә? Әлемдегі ең әдемі дауыс ол сіздің анаңыздың дауысы десем, келісер ме едіңіз? Әрине, сөзсіз келсесіз. Мәселен, маған бәрібір. Мейлі ол арық па, толық па, ажарлы ма, ажарсыз ба. Мен оны алғаш көрген сәттен құлай сүйдім. Мен оның сұлулығын ешкімге де тең көрмеймін. Ана, сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп, жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұраған. Сондықтан жыламағың, жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып, өз-өзімнен шашылмағын. Байырға берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам, бірін саған арнап. Ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрші кесірімді. Аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың. Тербете бер, құбат алдан иілген бесігім.